Меркі ауданына Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Дархан Қамзабекұлы жұмыс сапармен арнайы келді. Алғашында ауданның тыныс-тіршілігінен бөлек әлеуметтің әлеуетін арттырып отырған өндіріс орындарымен танысты. Сонымен қатар білім саласындағы деңгейді де бақыламақ болып, бірнеше білім ошақтарына барды. Аудандағы атқарылып жатқан ілкімді істерге сәттілік тілеп, жоспардан жаңылған жерлерге арнайы тапсырмалар жүктеді. Бірінші кезекте мәжіліс депутаты Меркі ірімшік зауыты акционерлік қоғамы жұмысымен танысты. Мұнда қазір 40-қа жуық сүт өнімдерінің түрлері шығады. Маусымдық кезеңде күніне 35 тонна өнім өндіруге қауқарлы. Зауыт ерекшелігі ешқандай қоспасыз таза өнім шығаруында. Тек алыс өңірлерге тасымалдауда кедергілер бар. Өйткені таза өнім көп уақытқа шыдас бермейді. Өз кезегінде Дархан Қамзабекұлы отандық өнімді тұтыну жолында жасалынып жатқан жұмыстар жүйелі екендігін тілге тиек етті. Қазірде зауытта 126 адам жұмыс істейді. 70 жылдық тарихы бар бұл зауыттың тек құрылғылары ескірген. Жұмысшылардың ендігі тілегі көп жылдар тоқтаусыз жұмыс істеген зауыттың құрал жабдықтарын жаңалауға мемлекеттен қолдау көрсетілсе дейді. Жұмыс тобы келесі кезекте аудандық номер 18-ші балалар және жасөспірімдер спорт мектебіне барды. Олар алғашында мектептің жасақталуын көріп, жаттығу залдарын аралады. Нұрлан Абдыкәрім, Ләззат Серікбай, Дінмұхамед Абдырахманов, Жеті Ньюс, Меркі ауданы.